Сәлем баршаңызға достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, жасалу жолы өте қарапайым, дәмді күлше нанның рецептімен бөлісетін боламын. Бізге ұн, жылы су, жылы сүт, ерітілген сары май, тұз, қант, ашытқы, аздап сұйық май және бетіне жаққанға жұмыртқаның сарыуызы мен сәл ғана сүт және күнжіт немесе мақ қажет болады. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Оның үстінен жылы сүтті құямыз. Міндетті түрде жылы болғаны қажет. Қатты ыстық сүт немесе су жарамайды. Үстінен тұзымызды саламыз. Оның үстінен қантымызды қосамыз. Тұз бен қант аздап ерігенше осылай жақсылап араластырып аламыз. Суымыз бен сүтіміз қатты ыстық болған жағдайда ашытқымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Енді үстінен ерітілген сары майымызды қосамыз. Оның үстінен ашытқымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қант мен тұзы толық ерігенше осылай жақсылап араластыру қажет. Қолдарыңызбен ұстап көргенде қант пен тұзы еріген болу керек. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды осылай сұйық массамыздың үстіне қосатын боламыз. Қолымызбен араластыра отырып, осылай жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Бұл күлше нандарды жасасаңыз, сол сәтте желініп кетеді. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Анам үйреткен рецепттердің бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырымыздың иі қанғанша жақсылап осылай илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолымызға сәл жабысады. Ештеңе етпейді, не үстінен аздап сұйық май қосамыз да, осылай қолымызбен тағы да бір иі қанғанша жақсылап илейтін боламыз. Қамырымыздың иі қанғанша осылай асықпай жақсылап илейтін боламыз. Иі қанып жақсы иленген қамырдан өте әдемі нандар шығады. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Дайын болған қамырымызды осылай аударып қоямыз. Үстінен пищевой пленка немесе пакет немесе беті жабылатын ыдыспен жауып 1,5-2 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Біз осылай пищевой пленкамен бетін жаптық, шет-шеттерін жабыстырамыз. Оның үстінен орамалымызды жауып 1,5-2 сағатқа жылы жерге қалдыратын боламыз. Не көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз өте әдемі болып көтерілді, ашыды. Енді бетіндегі пищевой пленкасын алып тастаймыз. Коврикқа қамырымызды түсіретін боламыз. Қараңыздаршы, біздің қамырымыз осылай өте жұмсақ болып, әдемі болып ашыған. Біз ешқандай ұн қолданбадық. Енді қамырымызды осылай ковриктің үстіне түсіріп, сопақша формаға келтіретін боламыз. Қолымызбен осылай сопақшалап форма жасаймыз. Осындай сопақша формаға келтіріп алсаңыздар, күлшелерге бөлуге өте оңай болады. Мен осылай таразының көмегімен 100 граммнан осылай күлшелеп бөліп алдым. Көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады. Бізде дәл осы рецептпен 15 күлше нан шықты. Таразымен бөлсеңіздер, күлше нандарыңыз бірдей әдемі болып шығатын болады. Енді қолымызбен осылай дөңгелектеп, әдемі формаға келтіріп, противеннің үстіне тефлоновый бумага төсеп немесе пергамент қағазын төсеп, осылай арасын сәл алыстау қылып қойып шығасыздар. Бұл тағы да көтеріледі, қолымызбен жаямыз, сондықтан арасын сәл ашық қылып қойғандарыңыз дұрыс болады. Осылай противенге салынған күлшелеріміздің үстінен пищевой пленка жауып 15 минутқа қалдыратын боламыз. 15 минут уақыт өткен соң осылай қамырымыз көтерілді, пищевой пленканы алып тастаймыз. Ортасынан, саусақтың көмегімен қамырларымыздың ортасынан осылай дөңгелектеп күлше нанның формасын келтіріп, ортасын басып шығатын боламыз. Барлығын осылай жасап болған соң, үстінен шанышқының көмегімен тесіктер жасап, қатты көтеріліп кетпеу үшін осылай сәл ғана басып шығатын боламыз. Оның үстінен бір жұмыртқаның сарыуызына 1 ас қасық сүт қосып, осылай жақсылап араластырамыз. Нанымыздың үстіне, осылай күлше нандарымыздың үстіне жағып шығатын боламыз. Барлығына осылай жағамыз. Оның үстінен қалауларыңызша күнжіт немесе мак сеуіп шықсаңыздар болады. Біз күнжіт алдық, осылай күнжітті үстінен шашып шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 220 градуста 20-25 минут пісіретін боламыз. Әркімнің пешінің пісу деңгейі әртүрлі болғандықтан, әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Сондықтан қарап тұрасыздар. Құрамы қолжетімді, қарапайым заттардан тұрады. Қажетті заттардың мөлшерін описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Заказға жасасаңыздар да болады. Осымен біздің күлше нандарымыз пісті. Қараңыздар, қандай әдемі болып пісіп шықты. Өте дәмді, әдемі, жұп-жұмсақ. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген қарапайым рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.